ана өзі жемей сіздерге береді. Ата-ана өзінің жаңағы мазасыз жерін жеп, мазалы жерін сіздерге береді. Мәселен, ата-анаға құрметті болу, білім алуға ұмтылушы, шаңыраққа тиісті қадіретлерді хөрмет етуші, өзінің келешегі үшін жауапкерлі, шаңырақ ағзаларына мехрибан һәм жәрдемші болған перзенттер, бұлар идеал перзент. Идеал деп өзімізді санаймыз, но бірақ арасында ата-ананың күйеуіне тиіп аламыз. Жұмақ етіп айтқанда, перзенттер тек қана ата-ананың келешегі, бәлкі шаңырақтың бекемдігі һәм давам ету уақыты үшін жауапкер шахстар есептелінеді деді. Ал енді мәселе қара, шаңырақта әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін да, мәселе қуанышлы, қиын, құрамалы, яғни күлкілі, төмендегі түрлі шаңырақтарға тиісті жағдайларға мысал келтіреміз да, міне. Қуанышлы жағдай, мәселе, қуанышлы жағдай әрбір шаңырақта болады. Шаңыраққа тазадан нәрестелер келеді, демек біз қуанамыз сол кезде, мұған атлар іздейміз, кітапларға қараймыз, милли атларды қояйық, ямасы ана современный атларды қояйық деп шығамыз. Мәселе той болады бір жерлерде, бір үйлерде, мәселе бір ажағаныз үйленеді, я өнімсіз үйленеді, міне бұның бәрі қуанышлы жағдай болып есептелінеді екен. Енді қиын жағдай, мәселе шаңырақ ағзасында біреу кеселеніп қалса, ямаса біреумізді жойдып алса, менің басына түседі ондай зат. Мәселе бұл қиын жағдайға кіреді екен. Әртүрлі жағдай болады да шаңырақта. Енді құрамалы жағдай, ата-ана һәм перзент арасында түсінбеушілік. Мысалы, перзент танылған кәсіп ата-анаға жақпайды, ағайлармен келіспеушілік, мирасына тұрақ жайы, ямаса бас. Өзім сұраймыз. Не оны? Мен өзім кәсібім ақында кішкентай қысқаша айтайын. Мен Ойрам районында жайласқан. Мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасы Баркамал Аулет балалар мектебінде Шөтігі дөңгелек басшысы болып жұмыс істеймін. Ол жерге кіргеніме 11 жыл болды. Мен оқушыларға, менің алдымда 40 оқушы отырады, 40 оқушы, 40 үйдің еркесі, яғни сол оқушыларға мен өнер үйретуден шаршамаймын ешқашан. Мен Шөтігі дөңгелегін мен кішкене бала кезімнен бастап жақсы көргенмен, себебі менің анамның анасы тігуші, мен сол анамның анасына тартқанмын. Мен сол кәсібімді жақсы көргенім үшін қазіргі уақытта өзімнің білген өнерімді оқушыларыма да үйретіп барып жатырмын. Мен өзім милли киімдерменен шұғылданамын, кәдімгі аял қызлар, ер адамдардың киімімен де шұғылданамын, милли тақиялар тігемін, сәукеле тігемін. Сәукеле білесіздер, Қарақалпақтың милли бас киімі. Соның үшін көп адам сол сәукеле тіккеніме қызығады, оқушылар һәм ата-аналар һәм қызығады оған. Сол енді олардың енді мәнісін айтып кете беретін болсам, бұл көбін дастан болып кетеді, ізі мен күн тоқтату қиын болады. Енді не туралы айтып жіберейін, медицинаға байланысты бір қос қатар бар да енді. Аяз тиіп, ауырып, күн бойына тынбадым, жүрегімнің соғуын тұңғыш рет тыңладым, жүрегімнің соғуын тұңғыш рет тыңладым, қарадың мені, сағындым сені, сен қадырданым, қадырдан доктор деген қосық бар да. Актив қойды бұлар. Жемақ айтып түсіндіріп жатырды. Жасылмағанға өзінің үлесін қосып жатырды. Универсал ғой, универсал. Ана елка кім теріс өдірді? Қараңызды жерде және бұл айтып кетейін, бұл кәсіп өнері екендігінен кәсібі өзінің оқытушылық кәсібі, өнері тігушілік өнері екен. Екеуі oynatan kelген dizaynerimiz. Bunlara Orasbay var odaksanırız. Bunlara Orasbay ve Hamdiye oynatan kelgen жасарымызға
Kompozisyamızın avtörü Güllar Orazbayeva'ga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oğul Şahardolar.